құрметті өміріне оң өзгеріс әкелгісі келетін менің аға інілерім, апай қарындастарым, сіздерге мен нақты 7 құрал бергім келеді. Бағана мен көрсетіп кеткендей, шуруповерт төте және өте тиімді тез жолдары. Сіздерге өтініш, осыны бірге бір істеп көріңіздер. Егер оң нәтиже алсаңыздар, оң нәтиже алатындарыңызға мен сенімдімін. Өйткені бұл құралдар әбден тәжірибеден, тексеруден өткен құралдар. Мен өзім тексерген құралдар. Өткізіңізді және де бүкіл таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді, қара құс астындағы жемін басып жейді дейді. Ақсұңқар құс болыңыздар. Бірінші құрал ұйқыны жеңу құралы. Ұйқыны қалай жеңіп, ерте жатып, ерте тұратын адамға айналуға болады. Бұл құралды қазір сізге береміз. Күн мен түнді ауыстырып алдық. Жаңа туған сәби күн мен түнді ауыстырып алады, кейде күндіз ұйықтап алады, түнде ұйықтамай қояды. Тура біз сөз сияқты. Сол жаман қасиеттен, әдеттен құтылудың тәсілі неде? Бірінші тәсілі, бойыңызға сіңіретін бірінші тәсіл, қоңырау шыр еткен кезде сіздің миыңызда автоматты түрде программа атып тұру керексің. Сенің астыңнан су шыққан сияқты. Астыңнан біреу тура қанжармен, төсегің астынан біреу қазір енді тұрмасаң, найзамен сені тура қарныңнан бірақ шығаратындай, арқаңнан сондай қорқыныш болуға тиіс. Болмаса, екіншісі сен атып тұрған кезде сені бір керемет әлемдегі жақсылық тосып тұрғандай, қоңырау шыр еткен кезде атып тұратындай жағдайға келтіру. Миды солай программалау. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші істейтін нәрсеміз, үйге келгеннен кейін шешініп жатамыз да 10 минутқа қойып, 10 минутта шыр етескен атып тұрамыз. Осыны 3 рет, 5 рет, 10 рет жасау керек. Саналы түрде. Күндіз, кешке жақын. Қоңырау шыр еткен кезде әлі ұйықтаған жоқсың, жаттың, атып тұрдың. Тұрдың да киініп барып жуындың. Бұл енді бір ақымақ, бір есуас адамның тірлігі сияқты болып көрінуі мүмкін қасыңдағыларға. Бірақ миды осылай программалап тастау керек. Осыны әбден жасап үйреніп алғаннан кейін, енді сіз өз әдеттегі неменеңізге келдік, режиміңізге де. Сіз түнгі сағат 12-де 1-ге дейін отырып үйренгенсіз, кейбірі 2-ге дейін отырып үйренгенсіз. Бірақ таңғы сағат 5-ке, не 6-ға қоңырауды қойып қоясыз. Қоңырау шыр еткен кезде сіз әлі оянған жоқсыз. Сіздің егер ойланбау керек. 1 секунд ойланбау керек. 1-2 секунд ойлансаң, сенің миың сылтау айта бастайды. Қазір тұра тұр, ертеңнен баста, енді 5 минут жата тұр, 10 минут жата тұр, бүгін ішінеге әкетіп бара жатқан жоқ қой деген сияқты. Шыр ете салысымен атып тұру керек. Бірақ қай уақытта атып тұрасың? Сен жаңағы бірінші сатын жасап тастасаң, бірінші ең алдымен қоңыраумен атып тұруды автомат түрде кіргізгеннен кейін сағат 5-те атып тұрасың, ұйқың қалған жоқ. Сенделіп жүресің, күндіз күні бойы жұмысқа зауқың болмайды, қуатың жоқ, өйткені ұйқың қалған жоқ. Ми демалған жоқ. Астындағы атың сияқты болдырып қалды, оны қамшыласаң да ол шаппайды. Соң кейін сіз кеш жақын кеп, тағы да сағат 10-да жатайын десең, сенің бұрынғы үйреніп қалған әдетің, саған тағы да 12-1-ге дейін тағы да отырасың. Ананы шұқылайсың, мынаны шұқылайсың, телевизор көресің, YouTube-қа кіресің, Instagram-ға кіресің, тағы бірдеңке істейсің де, тағы да 2-де жаттың. Сағат 5-те тағы да қайтадан. Қоңырау шыр еткен кезде атып тұру керек. Егер шынайы денсаулығы мықты болсын десең, шынайы өмірдің сыйын алам десең, осы сынақты 2-3 күн жасап көру керек. 3-ші күні сен қандай мықты болсаң да, сағат 10-да 11-де қылжиясың.